Сәлем, қалайсыздар? Бүгін сіздерге примерно мен толыққанды емеспін комплекс неполноценности туралы кішкене айтып, түсіндіріп өтейін дедім. Негізі мынандай өмірде адамдар бар. Біреулері өмірін қалай бар, солай жақсы көреді. Бірақ бұлар өте аз бұндай адамдар. Көбісі адамдар тек қана өзінің өмірінің жақсы результаттары болған кезді ғана күтеді, сол кезде ғана бақытты болатынын түсінеді, сол уақытқа ғана тырысады, сол уақытты ғана жақсы көреді. То есть, қараңыздаршы, есть жизнь, да, и күнделікті былай жасайтын мынандай қадамдар бар, да, и сен осы қадамдарда, сен каждый адымыңды принимаешь өміріңде, да, ол қадамың сенің результат болсын, болмасын, бірақ та сен ол өмірді қабылдайсың, ол өміріңде сен өзіңді бар сезінесің, қалай да болса, бір сөзбен айтқанда, шүкіршілік деген осы деп ойлаймын, что сен қандай өмірің болмасын, шүкір ете аласың. Ал тағы да екінші адамның түрлері бар, бұл өте көп қазіргі заманның өзі нарциссттік заман болып кеткен, заманның өзі қазір про идеальность, про вот это вот высотные бір жоғарғы цельдар, быть лучший, самый первый деген сияқты сондай заман болып кетті, я. Олар жаңағы мынандай қадам, яғни секіру. Вот, где результат, я там счастлив, результат, я там счастлив. Егер мен нәтиже көрсетем, мен сол кезде ғана бақытты боламын деген состояниеда болу. Бұндай адамдар, яғни әрине нәтижеге көп жетеді. Неге? Ол жағынан енді сөз жоқ. Почему? Енді көбісінде бар ондай. Неге? Өйткені олар настолько тревожны, настолько жаңағы сол нәтижеге жетуге тырысады, потому что любой адам өзінің бір бақытын сезінгісі келеді, өмірде бақытты болғысы келеді. Бақытты, мысалы, каждый адамнан сұрасаң, бақытты болғым келеді деген сөзді айтады, бірақ та именно ол адамдардың бақыты именно осы результаттарды, да. Мен, например, осы жұмыста бастық болған кезде бақытты болам, мен осы жерде үй алған кезде бақытты болам, мен осы баламды үйлендірген кезде бақытты болам, мен машина алған кезде бақытты болам. Какие-то бір точкалар бар, вот соларды ғана қабылдайды, соларды ғана жақсы көреді. Яғни вот жаңағы айтқандай секіру, жүру емес, ол ортадағы путтарды ол яғни нормально көрмейді, ол менің өмірім деп көрмейді, оны отрицает, тек қана бір результат. И ол всегда өзін өзі былай алдайды. Міне мен осыны алған кезде мен точно бақытты боламын дейді. Но байқасаңыздар, осындай адамдар өте көп былай айтады. Мен ойлағам осыны алған кезде бақытты болам деп, бірақ та ештеңкеде бір бақытты сезінген жоқпын деген сияқты сөзді айтады. Неге? Өйткені олар өздеріне осы үміт береді. Жаңа комплекс неполноценности адамдар осылай үміт береді. Яғни буду чувствовать себя полноценно тогда, когда мен осыны алған кезде деген қаздай, Но жизнь такая штука, сен бір ғана онымен өмірде бақытты бола алмайсың, да, соны сезінеді. Олар не істейді? Олар ары қарай тағы да басқа бір мақсат қояды, тағы да соған жетуді ойлайды, да. И жаңағы айтқанда бұл адамдарға результат көрсету легче. Неге? Өйткені оларда жаңағы прям ими движет вот это вот цели. Пока я не полноценный, осы целімді қойған кезде я буду полноценный. Бұл плюстағы жаңағы плюс имеется в виду әрекет ететіндер, А әрекет етпейтін комплекс неполноценности бар адамдар, олар только завистьпен өмір сүреді, ол даже қасындағы қызына завидует, ұлына завидует, да, ол жаңағы келіне завидует, подружкасына завидует, то есть завистьпен өмір сүреді. Өздері жасай алмағандықтан ими управляет зависть. Так, енді айтқым келгені, ондай адамдар тағы да байқасаңыздар, то есть өздері өте тревожный, өздері өмірлері прям мынандай коробканың ішінде сияқты, бәрін идеально жасауға тырысады, олар всегда бір цельмен жүреді. Мысалы, квартира алды деп айтайық, Енді ол екінші квартираны алады,
потому что прям екінші тағы да я лучше, я полноценный дегенді өзіне доказать еткісі келеді. Сондықтан екінші квартираны алуға прям стремиться етеді. Ол оған керек, керек емес, неважно, ол просто ішіндегі өзінің тревогасын басу. Да, есть люди, былай айтады, мен квартира алып, мен оны инвестировать етіп, мен одан табыс тауып, да, мен арендаға беріп қойып, содан табыс тауып отыру үшін жасағым келеді. Ондай адамдар не істейді? Ондай адамдар просто тупо жаңағы біреуге доказать ету үшін. Я лучше. Оны сіз сырттан ешқалай біле алмайсыз. Бірақ та ондай адамдарды қалай білесіз па? Олар всегда өзін мақтану деген бар, я? Мақтаншақ болу деген бар, я? Соның кейін мақтан тұту деген бар. Ол адамдар мақтаншақ. Олар всегда өзінкін көрсеткісі келеді. Например, бір шуб алды ма? Смотри, мен осындай шуб алдым. Міне менің шубамды көрдің ба сен? Осын мен осыншаға алдым. Или там машина алса, жүр мен машинама барып отырайық, жүр мен саған машинамды көрсетейін, жүр депсі. Одан кейін мысалы үй алса, мына үйде тұрамыз біз, мына жерде міне президенттің мектебі бар, балаларымызды осы жерге оқытамыз, білесің ба, мен немерелерім осындай жерде оқытып жатырмыз деп олар, яғни комплексы жоқ адам, олар артефактпен өмір сүреді. Яғни түсінетін адам оның үстіндегі шубаны ол айтпай-ақ, ол түсінеді, я, ол бай екенін түсінеді, ол успешный екенін түсінеді, яғни ол өзін мақтамайды, ол айтпайды, ол көрсетпейді, я. Мысалы, сен үстіңде Лакоста или тағы бірдеңпен футболкасы тұрса, я, смотри, менде Лакоста деп бүйтіп жаңағы ана Лакостасын көрсететіндер, жаңағы комплекс неполноценностімен өмір сүретін адамдар. Действительно, успешныйлар бар, бірақ та өзін минустан емес, плюс состояниемен. Олар футболканы киді болды, көретін адам көреді оны, и так-то Лакоста киіп жүрген, я. Вот, то есть хотела сказать, что ондай жаңағы комплекс неполноценности бар адамдар, олар всегда өздерін прям каждый затын реклама жасайды. Егер мына комплексы жоқ адамдар, олар артефакт, яғни бар, көретін адам мені көреді, менің үйімнен көреді менің жағдайымды, менің, білмеймін, жаңағы тұрып жатқан жерімнен, айдап жүрген машинамнан и так олар көреді деген сияқты, я. И комплексы жоқ адам, ол жаңағы біреуді унижать етіп, төмендетіп, оларға өзіндегі барды біреуде жоқ үшін унижать етіп айтпайды. Ал жаңағы комплекстағы адам, әлі жүрсің ба? Осы кезге дейін әлі бір жұмысыңда көтерілген жоқсың ба? Не қанша жыл жүрдің ғой? Осы әлі күнге дейін үй аламай жатсың ба? Деп ана жерде сен сұрамасаң да бір ақыл айтып саған өзін көрсетіп, вот смотри, какая я деген сияқты. Но ол адамдар, айтайын сіздерге, они очень тревожные. Олар түнде ұйықтаған кезде де прям тревогамен ұйықтайды, потому что олардың өмірі, жаңа айттым ғой, точкадан точкаға дейін. Олар ортасындағы өмірді они не признают, оларға ол жерде ұнамайды, олар бір цель қойды, вот сол жерде бақытты боламын. И ол сол цельдің артынан жүреді да. И бұл адамдарға, хотя кажется, да, что олар басқалардың сөзімен өмір сүрмейді деп ойлауға болады, я, типа, мен бұлардан жоқ деп, мысалы, сондай, өзі сондай болып жүргеніменен, да, олар ана жерге, бір жерге барса, мені көрсетсе, мені мақтаса, вот смотрите, какая я стала, мен туралы айтса, бәрі көрсін, я сейчас всем докажу, деген сияқты елдің мнениесі ол адамдарға өте важно. Конечно, любой адамға социум маңызды, бірақ олар прям голодные на вот это вот мнение, на ихний взгляд, типа, маған қарады бәрі, завидовать етті, деп осындай. Почему они такие? Потому что олар өздерінің успехтарын өздеріне присваивать ете алмайды. Олар не істесе де, олар өзінің ішінде үлкен дырасы бар. Я неполноценная, да? Олар, например, біреулер күйеуге, мысалы, күйеуге шыққысы келгеннен шықса, олар күйеуге шығу арқылы доказать, какие они классные. Олар жаңағы семья, кейбіреу жаңағы семья құрғанда семьясымен бақытты болу, соның удовольствиемен өмір сүрсе, олар
смотри, менің балаларым қандай жерде оқып жатыр, смотри, прям преуспех, сондайға өте қатты жаңағы зациклены, да. И олардың өмірінде провал болса, это пиздец, олар прям ауру болып қалуы мүмкін, прям депрессия болуы мүмкін, но они никогда оны показывать етпейді, көрсетпейді адамдарға, они всегда должны быть таким, менің ұлым, вот так вот. Понимаете? Күйеулеріне, у меня самый идеальный муж. Вот как будто менің өмірімде вот болмау керек, жоқ, я отрицаю, сендерге де көрсетпеймін. Олар өздерінің өмірінен не идеальный моменттерді отрицает. Вот и все. Оларға это все не нравится. Почему? Потому что осы неидеальностьтің өзі, неполноценностьтің өзі ішінде тұр, да? Я неполноценный человек. И поэтому ол сонымен бірге, кстати, тағы да айтайын, например, мысал ретінде екі подружканы айтайын. Бір подружка, жаңағы айтқандай, комплекс неполноценности бар. Ол адам прям, знаете, вот это вот идеально, смотри, сертификат алдым, вот смотри, мен мына жерде оқыттым балаларымды, смотри, деп жаңағы өмір бақи, өзім прям коробканың ішінде бір жерге барсам, мен бармаймын ондай жерге, қазір мен туралы сөйлейді, қазір маған осындай айтып қоюы мүмкін, нет, но, деп сөйтіп жүреді. Ақшасын прям жестко жинайды, өзінің хотелкаларынан бұрын жаңағы про идеальность, про сондайды больше мен туралы айтсын деген заттарды көп алады, оған сол нравится, ну, может и нравится, может и нет, да, бірақ та елдің сөзін ол алу керек. Прям елдер, мә, қандай күшті алдыңыз, мә, қайдан алдыңыз деген соны естігісі келеді, сондықтан солар жасайды, да. И тура қарама-қарсысында өзінің подружкасы бар, допустим, айтады, блин, мне 40 лет, мен осы күнге дейін чувство стыдамен өмір сүрдім, мен күйеуге шыққан жоқпын, мен папам, мамам деп осы күнге дейін дұрыс жаңағы отношенияда болған жоқпын, теперь я хочу жить для себя. Анда азар болса, мысалы, жастық өмірімнің 50 жасқа дейін уақытым бар, сондықтан я буду жить для себя дейді, кайфует, тапқан ақшасына басқа елге барып келеді, қыдырып келеді, жаңағы, может, там встречается, может, там для себя жаңағы бір жаңағы айтады ғой, әртүрлі партнерлармен кездесіп бастайды, да, типа, мен бұрын жасаған жоқпын, қазір осыны жасағым келеді. Ну, это выбор каждого человека, да, бұл жерде оны осуждать етіп нетпейсің, да, и мынаны да осуждать етпейсің, ол да өзінің жаңағы өмірі сондай, да, бірақ та мына әйелге жын ұстайды. Прям не может. Мына әйел өзінің өмірін сүріп жатыр, да, оған как бы мынаны өсектеуге не важно, потому что она живет прям что хочет, вот соны жасап өмір сүріп жатыр. Лето, басқа жаққа кетіп қалады, знакомится там, делает что хочет, увольняется, басқа жұмысқа кіреді. Ну, я себе там квартирамды алдым, живу, қазір мен осылай өмір сүргім келіп деп кайфует, да? А она не может кайфовать, у нее там комплекс неполноценности, у нее есть вот эти шаги, қойып қойған цельдар, да? Біреуден, чтобы отметка алу үшін, вот ты какая классная, сол үшін өзіне запрещает, а она не может там көтер алмайды қасындағы, который өзіне запрещать етпей, удовольствие, кайфпен өмір сүріп жатқан подружкасын көре алмайды, сондықтан барады, үшінші подружкасына, да она такая дура вообще, осындай жасына келген кезде ақшасын жинамайды ма, осы жасқа келіп не ол қаңғу деген, не ол сұмдық қой деген сияқты, да. А хотя она не замужняя, она может делать все, что хочет, ну, имеет право, блин. Это ее жизнь, это ее писька дегендей, да, что хочет, то и делает. Бірақ та ананы көтере алмайды, потому что сама правильная, мен туралы жаман сөз айтпасын дейді, не встречается, ешкіммен сөйлеспейді, нет, деген сияқты, прям про идеальность, да, артында ана адамды жек көреді, неге? Өйткені ол оның вытеснять етіп қойған, өзінің хотелкаларын итеріп қойған подружкасынан соны көреді, айна деп айтамыз ғой, иә? Она теневая сторонасын көреді, и не істейді, и жындана бастайды. Вот, комплекс неполноценности деген осы, олар всю жизнь подружкаларыңыздың артынан, семьяларыңыздың иногда бүйтіп айтасыздар, да? Туыстарыңыздың ішінде бар, который вроде бы она успешная, да, вроде бы семьясы классная, вроде бы такая все окей, да, но все равно сіздермен алысып жүреді, да? Но все равно вот
көрсетіп қалады, сіздерге бір маған завидовать етсін, прям мен туралы айтсын. Олар ешқашанда бүйтіп өздерін жамандамайды, провалын айтпайды. Олар всегда: знаешь, мой сын вот так, знаешь, я вот так, знаешь, я деп сондай. Потому что іште олар өзінің осы жасап жатқан еңбегін бәрін өзіне присваивать етпейді. Өзінің жасап жатқан успехын өзіне присваивать етпейді. Олар не болмаса да ішінде я никто деген убеждениесі бар. Оларда, хотя кажется, да, деп шүкір деп жүргенмен, олар глубинно шүкіршілігі жоқ деп айтсақ болады. Шүкіршілік жоқ, потому что шүкіршілігі бар адам өміріндегі жақсын да, жаманды да, ақ пен қараны қабылдай алғандай, күн мен түнді қабылдай алғандай қабылдай алады да, ол адамдар нет. И олар үшін жаңағы біреу ол туралы бір сөздің айтуы оған, то есть: в вашей жизни что такое произошло, что ли? Ужас деген бірдемке айтады. Ол, хотя оған ешкім айтпайды, бірақ ол біреудің жаңағы сондай сөз естімеу үшін ол всегда өздерін идеально көрсеткісі келеді. Олардың жаңағы айтқанымдай өмірі тек қана точкалардан тұрады. Вот сертификат алсам, вот диплом алсам, вот үй алсам, вот балам бастық болса, вот келін алсақ, бала туса, өзім осындай болсам, то есть онсыз ол өздерін ешқандай да, яғни я говно, я никто. И оның удовольствиесі бірдемкені байқасаңыздар, бір үй алудың, машинаның удовольствиесі, мысалы біреу айтады: Аллахыма шүкір, осы машинамен күнделікті мен барып жүрмін деген сияқты бір удовольствиемен машинаны сатып алса, я удовольствие, кайфты солай көрсе, я аналар машинаны алды, уже бәріне көрсетті: что-то мен шаршадым, что-то маған басқа машина алу керек. Почему? Потому что опять вот это вот, знаете, соны мақтасын, соны айтсын. Неге? Ішінде өзін өзі мақтай алмайды. Ішінде өзін өзіне удовольствие жоқ. Іші толған тревога, іші толған вот жаңағы айтқандай үрей, қорқыныш. То есть ешқандай да ішінде, короче, өзіне өзі той алмайтын адам бар да. Поэтому бұндай травма, комплекс неполноценности, нарцисстік, да, бұнымен жұмыс істеу керек. Бұл өте үлкен травма кәдімгідей, да. Ол үшін әрине терапияға жазылу керек. Ол үшін өздеріңізбен прям нужно түбінен бастап қарау керек. Қайдан сіз сондайсыз? Почему вы настолько себя не любите? Почему сіз өзіңізді қабылдай алмайсыз? Да, с одной стороны, айтқанында это хорошо. Почему? Потому что егер сондай комплекс неполноценностімен өмір сүретін адамдар, олар достигает цельді, потому что тезірек жаңағы бақытты болу үшін, сол удовольствиені алу үшін әрекет етеді. Бірақ та олар басқа моменттің бәрінде тревогамен өмір сүреді. Бәрінде прям я никто, я никчемная, я вообще никто деген сияқты сондаймен өмір сүреді. Адам деген со мной все окей. Сертификат алмасам да со мной все окей. Пока квартирада тұрып жатсам да со мной все окей. Главное, Аллаға шүкір, квартирам үшін ақша тауып жатырмын, да. Бірінші психолог болмасам да со мной все окей. Когда-нибудь буду бірінші. Ну, болмасам да я люблю себя. Главное, мен адамдарға көмектесіп жатырмын. Главное, что-то я создаю в жизни деген сияқты, да. Окей, со мной все окей. Күйеуге шықсам да окей, шықпасам да окей, да. Развод это тоже окей. Қарғыз болып қалу это тоже окей деген сияқты, да. То есть өмірді осылай қабылдауға мүмкін ба? Оказывается, мүмкін екен. Вот представьте, мен өзім бұрын жаңағындай комплекс неполноценностімен өмір сүргем. Сол кезде мен де сондай болғамын. Прям мне нужно было прям достигаторствомен бар ғой, доказать всем, что я классная. Оказывается, я сама себе не могла доказать, что я классная, поэтому елге соны доказать еткім келген екен. Когда я поняла, что, блин, мені бұл дүниеге Алла тағала уже жіберді, что маған өмір берді, я и так классная. Да, менде ошибкалар болуы мүмкін, да, менде өмірде әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Но бывает, это жизнь, бывает. И осы кезде невротизм кетеді, да. Жаңағындай адамдар, они невротики. Они өздерімен бірге балаларына да маза бермейді. Өздерімен бірге күйеулеріне де маза бермейді. Өздерімен бірге әйелдеріне де маза бермейді. Они прям про идеальность, про все лучшее, да.
Вот это вот невротизм, спокойствие, кайфтың өмірін сүре алмайды. А кайфпен өмір сүрген адамдарды көрсе, олар сразу жаңағы зависть басталады, ондай адамдарды көре алмайды, өсектейді артынан деген сияқты да. Вот. Так что, егер сіздерде сондай жағдай болатын болса, жеке терапияға жазылыңыздар. Жұмыс істеңіздер өзіңізбен, ең азында 5 терапия алуыңыз керек, ары қарай қабылдауыңызға байланысты. Дальше нужно будет продолжать, может и жетеді, да. Поэтому күтеміз сіздерді, келіңіздер.